Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Мен бүгін сағат таңғы 6:40-та тұрып алдым. Қазір сағат 7:23, үйден шығам дегенше жарты сағат өтіпті. Жуынып, шайынып, дәл қазір мен бір қызықты жерге бара жатырмын. Енді шыны керек, қызық ол жақта бола ма болмай ма белгісіз, бірақ мен бара жатырмын сонда да. Естіген боларсыздар, мүмкін естімеген боларсыздар. Лос-Анджелес қаласында, яғни Лос-Анджелестің жанында Венис деген қала бар. Сол жақта жаттығатын зал бар. Gold's Gym деп аталады. Ол әлемге әйгілі, себебі ол жаққа өте көп Голливуд жұлдыздары барады. Әлем жұлдыздары барады Gold's Gymға. Сондай жұлдыздардың бірі сол жаққа күн сайын барады екен, 2 күнде бір барады екен, бірақ та оны ұстау өте қиын, кездестіру өте қиын. Күнде барып тұрсаңыз, енді мүмкіндігіңіз ұлғаяды, бірақ та мен ол жаққа бармаймын. Бірақ бүгін барып көрейін деп жатырмын, мүмкін кездестіріп қалам деген үмітпен. Қазір көреміз, сіздерге бәрін түсіріп көрсетем. Жалпы болмаса да, егер ол жұлдыз, жай ғана сол тренажерканы көрсетеміз сіздерге, сол жаттығу залын Gold's Gym деген. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік, дәл қазір мен кептелісте тұрмын. Негізінде кептеліссіз ол жаққа шамамен 25 минут, 20-25 минут, жарты сағат ары кетсе баратын жолғы. Мен бірақ кептеліспен бара жатқандықтан 57 минут деп көрсетті басында, сосын азайды, дәл қазір қараңыздар 38 минут қалды. Кеп қалдық достар, кеп қалдық, жақындап қалдық, 4 минут көрсетіп тұр, міне қараңыздар. Дәл қазір мен фривейдан шықтым да, кішкентай көшелермен кетіп бара жатырмын. Бұл Санта-Моника қаласы, немесе Венис қаласы, екеуі бір-біріне жақын тұр әйтеуір. Мынандай көліктен қарайсыздар. Негізі неше түрлі көліктер жүреді, қызық. Мынаны қарасаңыздаршы, кілтін сынып қалды. Нан қалай шығарам. Қараңыздар. Азаннан десең. Мына жақта жаңбыр жауған екен, Венис қаласында. Мына көліктерден көрсе болады. Венис бай қала ғой, қарасаңыздар. Мына жақта кітап жатыр, мына жақта құлаққап жатыр. Қараңыздар, айфонның құлаққабы. Біреу тастап кеткен. Кімге керек болса келіңіздер Венисқа, Венис қаласынан алсаңыздар болады. Мына машинаны қарасаңыздаршы. Мынаушы. Көлікті қойдым достар, тұрақ тауып алдым. Қазір келе жатыр, міне Gold's Gym деген. Сыртта адамдар жаттығып жатыр. Міне қараңыздар, Gold's Gym деп жазып тұр ғой. Бұл әйгілі жаттығу залы, әлемге әйгілі. Неше түрлі жұлдыздар келеді. Бүгін бір жұлдызды осында ұстап аламыз ба, ұстап алмаймыз ба білмеймін. Бүгін келмеген не шығар. Міне, қазір көреміз. Әзірше сіздер қарап алыңыздар, міне осындай Gold's Gym деген. Өзімді бар ғой достар, бір андай папарацци сезініп тұрмын ғой. Келіп қасында тұрып қарап тұрмын да, тренажерканың. Ал жақта да бір 3-4 адам бағандан бері байқадым, келіп жай ғана қарап тұр жолдың арғы бетінде жүріп атқан жоқ та, тұр да бір орында қарап қайта-қайта тренажеркаға. Папарацци болып жұмысқа кіріп алайын ба десең. Достар, қалайсыңдар? Мен кіріп алдым Gold's Gym'нің ішіне. Менде негізі подписка ештеңке жоқ, бірақ маған бір досым көмектесіп жүрді. Кім екенін сосын айтып берем. Бірақ та қазір ол емес, мен Gold's Gym'да жұлдызды көріп тұрмын. Әйгілі, қараңыздар, дәл алдымда телефон шықлап тұр. Ол деген мүмкін білесіздер, мүмкін білмейсіздер. Қазіргі жастар білмейтін шығар, бірақ бұрынғылар білу керек. Бұл деген әйгілі, қарасаңыздар, әйгілі жайдарманшы. Міне қараңыздар, айтас. Айтас, мен сені іздеп жүрмін, қалайсың? Әйгілі жайдарманшы айтас қой. Осы жұлдызды көруге келдім. Әзіл негізі. Достар, анау не турникта тартылып атқан, ол Арнольд Шварценеггердің баласы екен. Біз негізі Шварценеггерді көруге келдік. Міне.
иә. Давай, слушай. Кім аты? Джой ма? Джо ма? Джо. Аты Джо, Шварценеггердің баласы. Шварценеггердің өзін көруге келгенбіз ғой, бірақ ол жоқ, өкінішке орай келмеді әлі. Сол себепті қазір кішкене жүре тұрамыз. Мүмкін көріп қалармыз, мүмкін келер әлі. Ал мен сіздерге міне джимнің ішін көрсетейін, қараңыздар. Өте көп залдары. Бір залдардың бірінде жүрміз. Міне, мынау Шварценеггер ма? Жас кезі ма? Мынау Халк Хоган емес па? Не қараңыздар. Міне Шварценеггер. Міне Арнольдтан кем емес жігіт, таныс болыңыздар. Айтас Шварценеггер. Жарайды достар, айтайын дегенім мен кәдімгі толқып тұрмын. Дәл қазір біз сол Gold Gym'да жүрміз да, Арнольд көкеміз келді ғой, ойлаңыздар. Терминатор ар жақта жүр. Жақындатпайды, қасына охранасы бар. Телефонмен түсірейін десең де бірден көр қояды да, алыпса телефонын деп, енді қазір шығарып жібермесін деген, шығарып жібермесін деп енді түсірмейміз. Бірақ та күтеміз, білмеймін сәтін. Егер мүмкіндік болса, фотоға түсіп алуға тырысамыз. Бірақ та бір қызығы, мен Арнольдтың баласымен фотоға түсіп алдым. Қазір салып қоямын фотосын. Достар, ассалаумағалейкум барлығыңызға. Қалдыңыз қалай? Бүгін 1965 жылы ашылған үлкен Gold Gym деген залға келдік. Бұл жердің ерекшелігі, яғни бүкіл кино жұлдыздары, бодибилдинг жұлдыздары осы залда жаттығу жасайды. Және бұл залдың ерекшелігі қарапайым адамдар, адамдармен бір уақытта бір залда бірге жұмыс жаттыға алады, сондай мүмкіндік бар да. Сол үшін бұл жер өте әйгілі. Сол адамдарды көру үшін келеді. Бүгін Абылай екеуміз Арнольдты көрдік. Арнольд кішкентай кезіміздің жұлдызы ғой, легенда ғой, легенда. Реально легенда. Өмірі оны кездестіреміз, көреміз деп ойламадық. Қазір тырысып көреміз суретке түсуге. Сол достар. Сол болыңыздар. Міне залдың ішін көрсейін сіздерге. Мына кіреберістегі зал осындай. Неше бір 6 залма бар, көп 7 ма, көп залдар өте. Маған жай ғана ыңғайсыз камерамен жүріп бәрін түсіріп жүргенде ішінде. Сондықтан шамамен осы залды көрсеңіздер жетіп жатыр десең. Бір айлық абонемент $100 тұрады. Иә, ойлаңыздар, $100 бір айға. Безлимит, иә? Күнде келсең болады. Ал бір рет келіп жасайым десең $50 тұрады. Ойлаңыздаршы. Пробный. Сол достар, кеттік сыртқа. Чодам достар, біз деген таңғы ас ішуге келдік. iHop деген жерге, Айтас екеуміз жүрміз. Міне Айтас. Қалайсыздар достар? Жаңа залдан шықтық. Бір қызық, андай қызық сезімдер болып жатыр. Біріншіден енді сол жаңағы біздің балалық кезіміздегі аңыз адам Арнольд Шварценеггерді көрдік. Енді мен бірінші рет көрдім, Айтас оған дейін бірінші рет көріп тастаған, фотоға да түскен. Мен бірінші рет көрдім, маған сондықтан қатты қызық болды. Сөйтіп айтқанымдай, жаттығуын жасап жатқан кезде мен алыстан болғанда бір 15 метр қашықтықтан телефонмен түсірген ғой. Сол кезде қасында ғана күзетшісі көріп қойды да, маған саусағымен көрсетіп, алып таста телефонын деді, түсірме деп. Сосын мен алып тастадым да, кешіріңіз деп, ары қарай жаттығу істей бердім. Одан кейін ана күзетшісі қайта маған қарай береді ондай. Жаман подозрительный адам болып жүрдім да. Одан кейін барып, жаңағы Арнольдтың баласын тауып, сонымен суретке түсіп алдым, міне фотосы. Одан кейін тағы да Айтас маған бір-екі бодибилдерларды көрсетті. Біреуін сен қалай дедің? Майк О'Херн, ол журналға шығады ғой. Содан рекордсмен более 500 обложкаға шыққан ғой. Журналдың бетіне. Ойлаңыздар, 500. Сол кісімен түсіп алдық, иә? Сосын екіншісі кім дедің, бірақ онымен түспедік, қара. Екіншісі тоже бодибилдер знаменитый. Чемпион болды ма, болмады ма білмеймін, фотосын просто көріп. Сол жаңағы тренер болып жұмыс істейді ол. Майк кім дедің? Серджио бірдеңе. Жоқ, анау Майк О'Херн. Майк О'Херн деген. Фотосын міне дейсіз. Фотосын міне саламын де. 3 миллион подписчигі бар екен. Одан кейін сыртта тұрдық та, жаңағы Арнольдты күтіп тұрдық. Арнольд шыққаннан кейін жаңағы қасында тұрдым да, телефон ұстап қолымда. Охранасы маған, күзетшісі маған айтады ғой, сен түсіретіңді түсіріп алдың, сен түспейсің фотоға дейді.
Мен айттым, мен түсірген жоқпын, там кешіріңіз түсіп алайыншы деп, ана жақта айтып тұрмын ғой, мен балалық арманым деп, ана сонда да тыңдамай жоқ деп. И мен де тұрдым, ана жерде Арнольд шығып бара жатқан кезде қасына бүйтіп жақындадым да түсіруге тырыстым, түсіріп алдым, міне 2 фото қазір салам. Дұрыс емес шықты фото өкінішке орай, бірақ сонда да енді бұл деген өте керемет фото. Одан кейін ең қызығы жаңағы соны түсіріп алдым ғой, содан кейін Арнольд шығып кеткеннен кейін охранасы маған саусақпен көрсетіп, ана жақтағы бір адамдарға айтып, аналар маған қарап тұрып, у тебя будут проблемы деп қойды маған ше, андай біртүрлі болып кетті, мүмкін шошып кеттім. Бірақ та Арнольдты көрдім достар, ойлаңыздар. Енді айтасыз, келесі кезекте кім? Келесі кезекте Абылайдың арманы Джим Керри. Джим Керри табылайық қалайда. Конорды көрдік, ондай глы болардан ше кәдімгідей. Арнольдты көрдік, UFC боецтарын айтпай қойса болады. Кімді көрдік тағы? Жақыннан. Okay, how are your friends? Backstreet Boys'ты көрдік. Бұйырса 50 центпен Бейонсқа барамыз. Big steak omelet. Steak omelet for you? Сол достар. Жақсы, біз тамақтанып алайық. Достар, біз деген жаңа айттым ғой, IHOP деген ресторанға келдік деп. Не қараңыздар, мынандай тамақ алдық. Айтасыз, уже жеп бітіріп жатыр. Мен әлі жартысы бар менде. Сосын мынандай панкейк алдық. Сосын кофе алдық. Кофе безлимит құя бересің, қанша ішсең де. Сосын не? Мынау кофеға сливки бар. Сіздерге жай IHOP-тың бағаларын көрсете кетейін. Қараңыздар, $50 шықты 2 адамға тамақ және сусын, одан кейін $5 шай қалдырдық. Себебі ақшта шай міндетті түрде. Ал тамақты айтатын болсақ, қақта ма? Міне, жаңағыдай тамақ, big steak деп аталады екен, $17 тұрады. Кофе $3, безлимит және апельсин шырыны $4. Қалай, арзан, қымбат, не ойлайсыздар? Жаза кетіңіздер. Сол біз болдық, жарайды. Осымен аяқталды кішігірім влог. Аман болыңыздар.